500 емес 1000 лайктан асты. Сіздерге үлкен рахмет. Сәлем. Уәде бергеніміздей жыландар туралы видеомызды жалғастырамыз. Видеоларымыз кешіріп жатқан үшін кешірім сұраймыз. Ендеше көреміз. Бұл видеода ең үлкен жыландар туралы айтамыз. Бразилияның оңтүстік жағындағы өзеннен мынандай үлкен анаконда табылған. Байқасаңыздар, осы видеоны түсіріп отырған 3 жігіт бірнеше рет жыланды ұстауға тырысады. Бірақ не үшін белгісіз. Видеода анаконданың қоректеніп алғанын көруге болады. Ішінде анық бір нәрсе бар. Қарны тоқ болмағанда мына видеоны 2 жігіт түсіріп қалуы мүмкін еді. Осы жағдайдан кейін Бразилияның үкіметі мына жігіттерге жыланға тиескені үшін ірі көлемде айыппұл салған. Каналға жазылып, лайк басып қолдай отырыңыздар. Мына сұр қоңыраушаны бассаңыз, біздің видеоларды жіберіп алмайсыздар. Табиғатта өмір сүрмейтін жыландардың ең үлкені мына питон. Оның ұзындығы 7,5 метр. Ол Американың Миссури штатында өмір сүреді. Питонның жасы 9-да, ал салмағы 350 келі. 2 апта сайын тамақ беріп отырады. Айтпақшы, жыландар тек қана тірі ағзаларды жейді. Бұл жайлы білетін бе едіңіз? Олардың уы болмайды. Өз олжасын буындырып өлтіреді. Питондар жайлы кішігірім мәліметтер. Орташа есеппен ұзындықтары 6 метр көлемінде болады. Әлемдік рекорд ең үлкен питонның ұзындығы 9,9 метрге жеткен. 2003 жылы Индонезияда одан да үлкен питон ұсталды. Бұл рекордсмен питонның ұзындығы 15 метр. Бұндай үлкен питондар қолтырауындыға да шабуылдауға күші жетеді. Жер бетіндегі өмір сүрген жыландардың ішіндегі ең үлкені Титанобоа. Біздің заманымыздан бұрынға 61-58 миллион жыл бұрын өмір сүрген. Оның салмағы тоннадан асқан. Қазіргі кезде әрине жойылып кеткен. 2012 жылы 22 наурызда Титанобоаның макеті Нью-Йорктың орталық вокзалында көрсетілді. Олар негізінен оңтүстік Америкада мекендеген. Негізгі қоректері сол уақыттағы үлкен тасбақалар мен қолтырауындар. Біздің каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.